Цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында мемлекеттік қызмет түрлері автоматтандырылуда. Қазір құжаттарды ғаламтор арқылы рәсімдеуге мүмкіндік бар. Дегенмен жаңа жүйе тұрғындар үшін әлі де таңсық екені жасырын емес. Қазір мамандар халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру жұмыстарын қолға алды. Бүгін облыс орталығында электронды қызметтер жәрмеңкесі өтіп, әр басқармадан келген өкілдер тұрғындарға жан-жақты кеңес берді. Тұрғындар мемлекеттік қызметтерді енді үйден шықпай-ақ электронды түрде пайдалана алады. Ол үшін сандық қолтаңба болса жеткілікті. egov.kz порталына кіріп, қажетті анықтамаларды алуға мүмкіндік жасалған. Сайтпен қатар қазір Telegram желісінде арнайы бот құрастырылған. Көрсетілген бағаналарды толтырып, санаулы минут ішінде құжатты ұялы телефонға жүктеуге болады. Былтырдан бері облыс бойынша жергілікті атқарушы органдардың бірнеше мемлекеттік қызметтері автоматтандырылды. Бірақ та қазіргі халық оны қалай қолдану керектігін білмейді. Халық адрестік анықтама немесе сотылығы бар жоғы жөніндегі анықтаманы алу үшін міндетті түрде азаматтарға арналған үкімет, яғни соңға барып жүр. Оны қазір Telegram арқылы алуға болады екенінде, соны насихаттау мақсатында жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ денсаулық сақтау және білім беру салаларында жаңа жобалар жүзеге асырылды. Мәселен, науқастар мобильді қосымша арқылы дәрігерге жазыла алады, әрі медициналық сараптама қорытындысында қарауына мүмкіндік бар. Биыл мектепке оқушыларды қабылдауда электронды түрде жүргізіледі. Ата-аналар енді theschool.bilim.gov.kz порталына кіріп, құжаттарды рәсімдей алады. Былтырдан бері біздерде тек қана балабақшалар қосылып, ата-аналар өз еркімен өздерін таңдаған балабақшаларына кезекке тұрып, және осы автоматтандыруға мектептерде қосылып жатыр. school.bilim.gov сайт арқылы арыздарын беріп, мектепке барады. Айта кетейік, қазір еліміздің әр аймағында халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру курстары жұмысын бастады. Облыс бойынша жаз мезгілінде 23 мыңға жуық тұрғынды оқыту көзделген. Екебас Мадияр, Байбек Сағынғалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.